Ассалаумағалейкум талант каналының оқырмандары. Біз бүгін жаңа латын әліпбиі жайлы талқы өткіземіз. Жаңа латын әліпбиі бұрынғыларға қарағанда әлдеқайда біраз жақсырақ. Апостроф диграфтарға қарағанда әйтеуір жақсы. Бірақ бәрібір бұл әліпбиде біздің ана тілімізге қастандық жасап жатыр. Бұның ғұмыры ұзаққа бармайды. Өйткені қазіргі жаңа заман, жаңа ғасырдың қазақтары IT технологиясына, IT саласына өте жақын. Тек қана қазақтар емес, бүкіл әлем сондай. Смартфон, компьютер, онсыз интернетсіз күніміз жоқ. Жазудың кітапта емес, бұлай күнделік тұрмыста қолданысы өте кең. Сондықтан бізге қазақ тілін жазуда тағы да қиындықтар туындайды. Неге? Өйткені мына төл әріптерімізді қайдағы бір сақалы бар, балағы бар, басқалай бірдеңелер жасап саған. Мысалы, әнің төбесінде точка бар, бұны акут деп қояды екен. Акут бар. Ғының төбесінде точка бар, ыңның төбесінде және бар. Өның төбесінде тағы бар. Өнің төбесінде тағы бар. Әйтеуір қазақтың төл әріптерін осы 26 латын әріпке сыйғыза алмай ақ қойды. Оды қараңыздар. Бұнда кейбір әкіс, одан кейін қаттысы, сол сияқты әріптерді алып тастаған. Енді қызық, соларды кәдеге жаратуға болады ғой, бүйтіп жерде жоқ, көкте жоқ әріп жасағанша. Көрейік енді пернетақтадан. Қандай қиындықтар туындайды қазір көреміз. Мына жерде WhatsApp ашып жазайық. Түрік тілі деген топқа жазып көрейік, қалай болар екен. Міне, жай пернетақта осылай болу керек. Қазақша деп жазсақ, міне жаза аламыз. Ал енді өмір деп жазсақ, өмірді біз былай жазамыз. Тау, тас деп жазайық. Тау, тас десек, жай адам осылай жазады. Жай адам, ақылы бар адам осылай жазады. Ал енді жаңағы әліпбиді жазатын болсақ, біз арнайы сол үшін пернетақта жүктеуіміз керек. Сол үшін бізде соны танитын фонттар болу керек. Мына жерге жазып көрейік. Жаңа тау, тас дегенді былай жазады екенбіз. Өзен, өмір дегенді былай жазады екенбіз. Енді бұл жерге жазып отырған қиындық тудырмады. Ой, мына пернетақтаны жүктеп алды, мен істеттім деп айтатын жастар. Бірақ 100 қазақ жүрсе, соның 99-ы осы пернетақтаны жүктемейді. Осылай классикалық латындармен тереді. Бұл ың әрпі, жаңағы әрпі, бір 10 шақты әріптеріміз бар ғой біз. Қазақтың төл әріптері. Соларды мысалы дүкен сөрелеріне магазин төбесінде жазайық мысалға. Bir ыңды жазайық мысалы. Таң шолпан, мейрамханасы деп жазайық. Сонда ыңның төбесінде бір акут болады да, ұзынша акут болады. Ыңның төбесінде акут болады. Міне қарап отырсаңыздар, мына сияқты акут болады мына ың. Мына ың төбесінен мынаны бір көп тұратын жерге жазайық. Мысалы, үлкен, дәу кафенің алдына жазайық ана ың. Мысалы, ана ыңның төбесіндегі акуттың өзі бір 60 см жерді алды дейік. 60 см жер. 60 см жерді алса, ол енді сол таң шолпан ыңға қатысты қаншама мекемелер бар мысалы. 60 см-ден есептеңіз. Қазақстанда бір 19 қаланың бір бәленбай мекемелерінде бәленбай 100 мың ың болды. Ана жерде 60 см-ден қаншама қаржы кетіп қалды. Соған енді бір басқалай бір таңба берсек, мүмкін ол қаржы қалтамызда қалатын шығар. Жетім жесір, басқалай өкіметтік қызметкерлердің жалақысын төлеуге қалатын шығар ана ақша. Неге бір үнемшілдікті, неге бір жақсы тәсілдерді ойламайды деймін да?
қазақ тіліне жасалып жатқан қастандық. Біз тағы да сақаушалап жазу үшін бізге осы өзіміздің төл әріптерді бір жазылмайтын таңбамен беріп жатыр. Өзбектерде әп-әдемі әліпби жасады, қарақалпақта жақсы әліпби жасады. Түріктердің де әліпбиі болады, міне арасында аз сирағы бар, балағы бар, сақалы бар әріптер шығады. Ал бізде неге солай болады? Неге солай болуымыз керек? Жалпы бетті қазақтар болған қарсы тұру керек, бұл дұрыс емес. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та айтты, жақсы көзқарақты ғалымдарымыз да айтты. Классикалық латын болу керек. Классикалық латын не ол? Халықаралық қолданыстағы латын, міне мына латыннан ауытқымау керек бізге. Балағы бар, сақалы бар, аяғы бар әріптер керек емес, міне. Мына сияқты әріптер керек емес бізге. Мына жерден теретін болсақ, біз қазақшаны өте тез тереміз. Жазам деген сөзіміз жаза аламыз. Ал мына жерде халықаралық программаларды пайдаланайық та көрейік кәне. Қазір сіздерге бір масқарасын көрсетемін мұның. Не үшін мен осынша зарлап отырмын? Менде бір программа болған. Қазір өкінішке орай оны өшіріп саппын. Бірақ сонда да тағы бір программаның көмегімен көрейік. Мына жерге жаңадан жаңа фото жасайтын ашайық. Енді мынау нағып қытайша, ойбай сен қытайсың деген әңгіме болып кетпесін. Мен енді ағылшын тіліне қарағанда қытай тілін жақсы білемін. Қытайда туып өскен қазақпын. Сондықтан өздеріңіз орысша жүрген сияқты бізде кейде қытайша жүруге тура келеді. Өмір өзен. Талғам. Ғасыр. Ал енді жаздық, енді фонттарды өзгертек. Мына жердегі өзгерістер не болып кетеді екен? Не қателік кетті? Үлкен. Анау фонтта жоқ әріптер. Міне қателік кетті, міне. Міне қараңыздар. Өнің түшкісі түсіп кетті. Неге бұлай болып жатыр? Не үшін деп ойлайсыздар? Өйткені бұл балағы бар, сақалы бар әріптер көптеген фонттың ішінде жүрмейді. Фонтты бұл халықаралық фонттар көптеген программалардың ішінде болады. Яғни осы фонттардың ішінде біздің балағы бар, сақалы бар әріптеріміз жоқ болып қалса, оны сиықсыз көрсетеді. Сондықтан бізге ойлану керек. Қатты ойлану керек. Сол ағылшынның 26 әріпімен жүрген Қытайда өлген жоқ. Сингапур, Малайзия, небір мемлекеттер бар. Өзінің сол қиқы-шойқы 4-1 әріптерін осы латын әрпімен жазады. Бірақ олардікі классикалық латын. Көптеген классикалық латын пайдаланған мемлекеттер дамып кетті. Ал апострофы бар, диграфы бар, акуту бардар ол. Біреу экскаватормен жұмыс жасап жатса, біздің жұмыс күрекпен жасап жатқан сияқты да. Өз әліпбиіңді пайдалану үшін бір миллиондап қаржы төгіп перне тақта жасау керек, фонд жасау керек. Одан кейін жаңағы айтпақшы дүкендер мысалы. Мынадағы төбесінде мысалы акуттар бар, сақалы бар, балағы бар әріптер болатын болса, мына сақал, балағы үшін біз қосымша ақша төлейміз. Қосымша шығындар боламыз. Ал біздің әріп классикалық латын болса не болады, біз неден ұтыламыз? Мына программа енді көптеген телефон ішіндегі фонттарды негізетіп тұтты. Жаңағы кемшіліктері мен жақсы көрсете алған жоқпын. Мына жерде бар екен программа. Таптым. Мына жерден көрсетеміз. Халықаралық программалардың көбі осындай стандартта жүреді. Жаңағы мен өзімнің ыңғайыма қарай қазақша әріптердің көрінуі үшін олардың фонтын дұрыс жұмыс жасатқанбыз. Мына жерде WhatsApp-тан бір фото қоя салайық.
Сіздерге тұнық көріну үшін ақ фон болу керек еді. Ал осыны талдай салайық. Кешіріңіздер, қателіктер туындап жатыр. Мына жерге жазайық. Әдемі талғам деп қане жазайық, кішірейтіп жазайық. Енді мынау сіздерге көрінбей қалды, оның реңін өзгертейік. Реңін өзгерту керек. Осындай қызыл болсын, уақыт жоғалтпай-ақ қояйық. Енді көрек мынаның фонттарын, міне. Жай фонттар болса, міне осылай көрінеді. Ал енді дұрыс фонт талдайтын болсақ, мынаны қараңыз, жоқ, жоқ. Осылай болады біздің әріп. Жаңағы мынаның орнында мысалы классикалық латындар болса қалай көрінер еді, міне өзгертек. Мысал ретінде әдемі талғам деп жазайын. Жай енді көрейік қандай өзгерістер болады екен. Міне барлығы, міне қайсысын қолданамын десең, барлығы әп-әдемі қолданылады. Жаңаққа қарағанда әдемі. Бізге бір болмайтын нәрсе ойлап таудың қажеті жоқ. Америка жүрген жолмен жүруіміз керек. Бәлкім кейбір тіліміз өзгеріске ұшырауы мүмкін. Амал жоқ, ол өзгеріске ұшырайды. Біз енді қазақ боламын екен деп, анау бір 2-3 ғасырдың алдында қазақ бола алмаймыз ғой. Ат арбамен жүре алмаймыз. Болмайтын бір салттарды қайта тірілтіп алып, ол біздің қазіргі жасап жатқан менталитетке қарсы әмбе ұнатпаймыз да. Сондықтан бізге даму үшін, бізге олармен тең тұру үшін біздің әліпбиіміз бір болу керек. Көптеген кірме сөздердің кіруі енді ол табиғи нәрсе. Біздің тіліміз осы ғасырға қарай даму керек. Біз қазақ тілін таз ұстаймыз деген сайын ол таза болып жатқан жоқ біздікі. Орыстан кіреді, парыстан кіреді, араптан кіреді, әртүрлі кірме сөздер кіреді. Біз енді ағылшынды мысалы дамыған мемлекеттерді алдыға қойғанда біз ендігі кезектегі бізде кірме сөздердің көбін ағылшын тілінен алу керек, және ағылшынға қарай жақындау керек. Еуропа мемлекеттері, Америка мемлекеттерінің өкшесін басу үшін біз барынша олармен тығыз жұмыс жасауымыз керек, және әліпбиде мүлдем кедергі болмау керек. Әліпбиді жер шарының қайсы түкпірінде жүрсек те біз қазақша жаза алатын деңгейде жасап беру керек. Мен латын жазуын құрастырып жатқан тіл ғалымдарына осыны айтқым келеді. Мен емес, әрбір қазақ Асекен деймін. Біздің тіліміз алашұбар болмасын. Балағы бар, сақалы бар әріптер қаптамай қойсын бізге. Ағылшынның 48 дыбысын 26 әріп бере алады екен. Ал біздегі 28 дыбысты неге 26 әріп бере алмайды? Миға сіңбейтін әңгіме. Мұны құрастырып жатқан адамдар қазақ тіліне қастандық жасап жатыр деп ойлаймын өз басым. Анау 10 мың әріп бар, Қытайда осы 26 әріптен алып отыр. 26 таңба олардың латын әліпбиде. Өздерінің 4 әрібін латын әліпбиімен жазады. Жапонда сол, кәрісте сол. Ал бізде неге өзгеше болу керек? Таңғаламын да. Неге өзгеше болу керек? Бұл енді өзгеше жасау, қазақтың сол төл әріптерін құрту, я болмаса сол төл әріптерін тере алмайтындай қиындық туғызу үшін мемлекеттің қаржысын оң солды шашу үшін жасап отқан қадам деп ойлаймын өз басым. Одан басқа ештеңе көріп отқан жоқпын. Мен қазаққа жанашырлықты сезініп отқан жоқпын.